Өңірде облыстық құрылыс басқармасы және аудан қала әкімдіктері тапсырған 233 инвестициялық жобаның құрылысына Қазақстан Республикасы ұлттық қоры республикалық облыстық бюджет қаражаттары есебінен 66-да 4 миллиард теңге қаралып, іске асырылған. Бұл көрсеткіш 2016 жылмен салыстырғанда 32%-ға артып отыр. 233 нысанның 115-і пайдалануға берілсе, қалғаны 2018 жылға өтпелі. Жыл қорытындысымен сол 233 нысанның жоспарланған 115 нысаны пайдалануға тапсырылды. Ал 118-і 2016 жылға өтпелі болып табылып отыр. Басқармадағы әлеуметтік және тұрғын үй құрылысы саласы бойынша төмендегідей таратып айтатын болсақ, білім беру саласында 82 нысанға 29,8 миллиард теңге қаралып, оның ішінде ұлттық қордан нұрлы жол бағдарламасы бойынша 35 білім беру нысанының құрылысы жүргізілді. Бүгінде нұрлы жер бағдарламасы облыста өз деңгейінде жүзеге асырылып жатыр. Былтыр 550,6 мың шаршы метр тұрғын үй тапсыру жоспарланған болса, бағдарламаның барлық бағыттары бойынша 721 мың шаршы метр немесе 7482 пәтер берілген. Осылайша өңіріміз республикада пәтер беру көрсеткіші бойынша екінші орынға көтерілген. Ал жыл қорытындысымен біз ол жоспарды 721 мың шаршы метрге орындап, 36%-ға артығымен орындадық. Бұл жерде айта кету керек, нұрлы жер бағдарламасының 2016 жылдың соңында 30 желтоқсанда елбасының тапсырмасымен қабылданған осы бағдарлама бір тұрғын үй құрылысына оң серпіліс берді. 2017 жылы облыста мемлекеттік бюджет есебінен тұрғын үй құрылысын аудандарда жүргізуге инженерлік коммуникациялар тартуға жалпы сомасы 8,9 миллиард теңгеге 21 нысанның құрылысы жүргізілді. Былтырғы жылдың қорытындысымен 8 нысан пайдалануға тапсырылды. Ал қаладағы ең ауқымды жобалардың бірі Шымкент Ситидегі тұрғын үйлердің құрылысы аяқталуға жақын. Тек инфрақұрылым жүйелері тартылса, жаз мезгілінде пайдалануға берілмек. Лаура Сармандасан Абдиев, Нар Ньюс.